Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгінгі тақырыбымыз Аденес 8-3 бағдарламасында еңбек ақыны есептеу. Еңбек ақыны есептеу үшін мына жерде бізде платформамыз орыс тілінде болғандықтан, анда-санда орысша сөйлейтін боламын. Сондықтан зарплата, яғни еңбек ақы бөлімінде начисление заработной платы сотрудникам организации таңдаймыз. Яғни бұл жерде біз еңбек ақыны есептейміз. Ол үшін жаңа документті жасаймыз. Создать кнопкасы арқылы қаңтар айына еңбек ақыны есептейік. Ол үшін қаңтар айын таңдаймыз да, және қаңтар айының соңғы күні 31 қаңтарды таңдаймыз. Есептеу айы қаңтар айын деп қоямыз. Егер біз мына жерде ұйым бөлімшелері, яғни подразделение организация ұйым бөлімшелері деп тұрған жерде бір бөлімшені таңдасақ, онда тек сол бөлімшедегі жұмысшыларға тізімі шығады. Қалған бөлімшелерді бөлек тағы да есептеу керек болады. Біз бүгінгі мысалда еш нәрсені таңдамаймыз, яғни барлық бөлімшелердің еңбеккерлер жұмысшылары бір тізімде бір тұтас шығады. Мына екі жолды да толтырмаймыз. Автозаполнение, яғни автотолтыру арқылы барлық тізім бойынша жұмысшылар шықты және олардың жұмысқа қабылдағандағы еңбек ақы мөлшері көрсетілді. Егер жұмысшылар бір ай толық жұмыс істеді деп алатын болсақ, яғни олар жұмыстан қалмай толық жұмыс істеді, онда біз жай ғана рассчитать, яғни есептеу деген кнопканы басу арқылы толығымен барлық еңбек ақысы есептеледі. Яғни бұйрық бойынша 400 мың болса, нақты да 400 мың есептелді. Себебі ешкім жұмыстан қалған жоқ. 18 жұмыс күні қаңтар айында жұмыс жасады, яғни 144 сағат. Өткіземіз, яғни провести. Келесі расчеты удержания сотрудников организации, яғни жұмысшылардың жалақысынан ұсталынатын салықтар және ұсталымдар көрсетілуі тиіс. Қаңтар айы 31 күнді таңдаймыз. Айы қаңтар, автотолтыру, барлық жұмысшылар бойынша есептеу. Бұл жерде пенсион, зейнетақы қорына аударымдар, жеке табыс салығы және медициналық аударымдар 2% жұмысшылардың жалақысынан есептеледі. Яғни, мысалы, мына жерде 400 мың болса, яғни 2% 8 мың, 300 мыңнан 2% 6 мың, яғни есеп дұрыс. Өткіземіз. Келесі бізде жұмыс беруші есебінен есептелетін 3 аударым және 2 аударым және 1 салық. Автотолтыру, есептеу. Бағдарлама бізге әлеуметтік аударымдарды, әлеуметтік салықты және 3% жұмыс беруші есебінен медициналық аударымдарды есептеп береді. 300 мыңнан 9 мың, 400 мыңнан 12 мың. Барлығы дұрыс. Өткіземіз. Келесі еңбек ақыны қолға берілетін еңбек ақыны есептейміз. Бұл жерде де біз қаңтар айын таңдаймыз 31 күнін, яғни барлық жерде қаңтар айы 31 күні таңдаймыз. Каспий банк біздің банкымыз және қаңтар айы автотолтыру арқылы ведомость толтырылады. Яғни бұл ведомость арқылы біз банк, яғни Каспий банк арқылы әр жұмысшының карточкасына, төлем карточкасына еңбек ақысын аударамыз. Келесі біз яғни зейнетақы қорына аударымдары бойынша ведомості толтырып кетуіміз керек. Қаңтардың 31-ін таңдаймыз. Мына жерде бізде зейнетақы қоры деп берілген, зейнетақы қорын таңдаймыз. Айды өзгертуге ұмытпаймыз қаңтарға. Автотолтыру және 5 адамның зейнетақы аударымдары бойынша тізімі шығады. Толтырамыз.
келесі бізде 3 аударым. Ең біріншісі мына жерде көрсетіліп тұр 3 әлеуметтік аударым бар. Соның бірінші әлеуметтік аударымдарды жүргіземіз. Қаңтар айына автотолтыру арқылы өткіземіз. Келесі 31 қаңтар күні өзгертеміз. Мына жерде медициналық аударымдар жұмысшылар есебінен. Қаңтар айына автотолтыру арқылы ведомость толтырылады. Бұл жай ғана әзірше ведомость. Бұл ведомость негізінде біз банкке, яғни банк арқылы қажетті органдарға, яғни егерде зейнетақы қоры болса, зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қоры болса, әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдарымызды жүргіземіз. Қаңтар айын таңдаймыз, автотолтыру. 3, яғни ведомость толтырылды. Келесіден ең соңғы әрекетіміз еңбекақыда мұны төмен түсемізде бухгалтерлік есеп. Еңбекақының бухгалтерлік есебінде отражение заработной платы в регламентном учете, яғни регламенттік есепте еңбекақыны көрсету, есепке алу. Бұл жерде біз 31 қаңтарды таңдап, қаңтар айын таңдап, барлық еңбекақы бойынша болған автотолтыру арқылы бухгалтерлік проводкалар, яғни бухгалтерлік өткізбелер программа өзі автоматты түрде толтырады. Барлық жұмысшылардың жалақысы бойынша проводкалар, яғни өткізбелер, және аударымдар бойынша, ұсталымдар бойынша өткізбелер көрсетілді. Енді біз жалақының есептелгенін, мұны есеп, яғни расчетная ведомость организация ұйымның есеп ведомости арқылы көреміз. Есеп ведомости арқылы, мұны есеп ведомостінің алғашқыдан толтырғанын көрсетіп кетейін сіздерге. Аштық. Қаңтар айының 1-нен бастап 31-не деп таңдаймыз да, бөлімше немесе жұмысшыны таңдамаймыз. Не үшін? Барлық жұмысшылар тізімі шықсын деп. Құрастыру, сформировать, және мұны барлық жаңа ғана есептеп кеткен оклад, яғни есептелген жалақы, еңбекақыдан ұсталымдар, жұмысшыдан ұсталынатын 2% медициналық аударым, жеке табыс салығы, зейнетақы қорына аударым, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар және 3% жұмыс беруші есебінен медициналық аударымдар. Және ең соңында қандай жұмысшыларда, яғни бұл жерде бізде бәрінде, барлығында 14 МРП шегерім, яғни жеңілдік берілген әр жұмысшыға, яғни барлықтары арыз жазып, салықтық жеңілдік беруге сұраған. Яғни осымен есеп ведомости қаңтар айына көрсетілді, оны Excel'де тексеруге тиісті, жалпы тексеріп кетіп, содан кейін ғана әрі қарай банкке төлеу үшін және басқа да амалдар жасау үшін жасаймыз. Сонымен бүгінге осы. Көп рахмет. Еңбекақы бойынша тағы да бізде сабақтар бар. Міндетті түрде көріңіздер, өйткені қалай еңбекақыны банк арқылы төлеу керек екен, салықтар мен аударымдарды қалай төлеу керек екенін келесі сабақтарда қарастырамыз. Сау болыңыздар.